Ерлі-зайыптылар түрлерін түр жоқ екі баласымен екі қабатты үйге келеді. Фрэнсис еркепін ғой деп бірінші өзі бастап үйге кіреді. Фрэнсис әр дыбысты мұқият тыңдап, екінші қабатқа көтеріледі. Бір бөлмеде мәйіт жатыр, бұл Фрэнсистің әкесі. Ол әкесінің тапаншасын алады, әкесінің сағатын алып қалтасына салады. Енді шығып келе жатса, дәлізде өзінің анасын көреді. Ол енді зомбиге айналған. Анасы оған атылып келе жатқанда, Фрэнсис қарап тұра ма, оны атып түсіреді. Фрэнсис отбасымен осы үйде қалуды ұйғарады. Енді қайда барсын? Жер бетінде зомбилер қаптағанда, олар өздеріне керек жер асты суын шығарып оны ішіп мәз-мейрам өмір сүруге болады деп, олар үйдің жанында тұрған сарайшықты барып көрмекші. Ол жақта өздерінің үй қызметшісі асылып өліп қалғанын көреді. Фрэнсис кіші ұлына қанттан жасалынған қамысты береді. Ол кіші ұлын үлкен ұлынан қарағанда көбірек жақсы көретін сияқты. Кешкі ас кезінде отбасы бұдан былай не істеу керектігін айтады. Азық-түлік қоры аз, көпке жетпейді. Бұл жерде байланыста, электр жарығы да жоқ. Әйелі солтүстікке Көкшетауға кетейік дейді. Фрэнсиске бәрібір осы жерде қалғысы келеді. Кешкісін Джош қызын ойлап шаршап жүр, оған сымс жазып, әлек бала ғашық. Екеуі бір-біріне қарап кетейік деп шешеді. Бірнеше күннен соң олар ол жерден кетіп жолға шығады. Әйелі айтқан солтүстікке Көкшетауға шығады. Олар бақылау бекетінен өте алмайды. Айриске бар, сен ғой төркініңе барайық деген деп, ол көліктен түсіп, жаяу алға шығады. Ол олардың өтуіне кедергі болатын кедергіні алып тастағысы келеді. Соны алып жатқанда артынан зомбиге айналған бекетші келіп олардан өту құжатын сұрайды. Оны көріп абдырап қалған Фрэнсис оны бейтараптандырады. Бірақ ол мұнда жалғыз емес, олардың көліктерін қоршап алған ондаған зомби бар. Олар машинаны қоршап алған. Фрэнсис олардың назарын өзіне аударады. Ол қашып келе жатса, оларда қатты жүгіреді екен. Айрис балаларды көліктен түсіріп, артқа қарай жүгіреді. Оларды шетінен атып жатса, оғы таусылып қалады. Ол Джеки Чан, Человек-паук сияқты өнерін көрсетіп олардан құтылады. Олар үйлеріне жаяу қайтады. Бәрі аман тірі қалады, бірақ машиналары жоқ. 3 апта өткен соң Фрэнсис өзінің мерседесін алып кетуге бекетке келеді. Бірақ ол ойланып қалады, әйелімді төркініне апарғым келмейді деп қайтып кетеді. Ол үйдегі генераторды қоспақшы. Ол әйеліне өтірігін айтып машинасы бұзылып қалды деп айтады. Ол генераторға жанармайды құйып үйлерінде жарық пайда болады. Тіпті үйіндегі граммофонды қосып билеп кетеді. Таңертең Фрэнсис тауық қораға барғанда оның қатыгез итті кездестіреді. Ол адамды қолынан тістеп алып қашып кетеді. Айрис күйеуіне ол иттен құтыру ауруы жұғып кеткен жоқ па екен деп алаңдауда, Джош радиомен жүгіріп жүр. Бір кезде ол босқындар лагерінен сигнал алып үлгерді. Жақын жерде қауіпсіз аймақ бар сияқты. Фрэнсис болса, сенбейді, ол отбасын тағы да қатерге тіккісі келмейді. Қауіпсіз үйлерін тастап кеткісі келмейді. Фрэнсис үлкен ұлына тапаншаны ұстауды үйретеді. Ол да үйрететін уақытты тауыпты. Олардың дыбысына Айрис пен кіші баласы жетіп келеді. Сол ақ екен, арттарынан қалған зомбилер ілесіп келе жатыр. Олар арттарынан қарамай қашады. Олардың көптігі сонша, олар үйді қоршап алып оларға шығуға мүмкіндік бермейді. Өлген жеріміз осы болды деп отырған болатын олар. Ақырындап олар үйге кіріп жатқанда, біреудің көлігі зәулім үйге жақындап сигнал бере бастайды. Зомбилер үйден алшақтап көліктің соңынан жүгіреді. Отбасы оларды біреу құтқарғандарын түсінеді. Таң атты, ол қорасын қарап одан ештеңе қалмағанын көреді. Судың жағасында отырған кешегі құтқарған адамы отыр. Ол оның інісі Диего болып шығады. Ағайындылардың арасы жақсы емес еді. Фрэнсис Диегоға өз жөніңмен кет дейді. Ол болса оған солтүстікке қарай апаратын қауіпсіз жолдарды көрсететін картаны береді. Ол болса оны алмайды, солайша кетіп қалады. Ол үйіне келіп, үйіне зомбилер кіріп кетпес үшін шегелей бастайды. Кіші баласы шыбын өлтіріп жүріп подвалға түскенде, әлде кімнің көлеңкесін байқап қорқып кетеді. Ол зомби еді. Артынан анасы келіп олардың уақыт өтте келе әлсіреп өле бастайтынын айтады. Демек бұл күнде өтетініне сенімді. Фрэнсис шыршаны безендіріп, Рождество мерекесін тойлайтын айтады. Сыртта әлі қыркүйек болса да. Үстел басында Джош әкесіне бөлмеде карта көргенін мойындады, бірақ Фрэнсис карта жоқ деп өтірік айтады. Ол Айриске 3-ші бала керек екенін айтады. Жауап ретінде әйел оны тастап кеткісі келетінін айтады.
Фрэнсистің ашуы келіп, картаны алып жағып жібереді. Әйел қанша тырысып алам десе де болмады. Осыдан кейін ол отырып тамағын жеп алады. Келесі күні Фрэнсис өз алқабында қантты қамысты жинап алады. Кешкісін үйіне ешкім кіріп кетпесін деп есікті ағашпен тіреп қояды. Бір сәтте олардың есігін біреу қаға бастайды. Ол өзін жаралы солдат екенін айтып, есімі Куркуэра дейді. Сол сәтте Джош есікті ашып жіберіп, солдат есіктен құлай Куркуэра олардың отрядтарының зомбилер шабуылдап олар қырылып қалғанын айтады. Оны бір ер адам құтқарып қалғанын алға тартады. Таңға жуық Джош анасына келіп ол әкесімен енді тұра алмайтынын айтып шағымданады. Ол өзінің ағасы Диегоны іздейтінін айтып кетіп қалады. Таңертең барлығы таңғы асқа жиналып жатқанда, Фрэнсис үйде Джоштың жоқтығын байқайды. Үлкен ұлының үйден қашып кеткенін біліп, оның ашуы Фрэнсис қолына балғаны алып жаралы солдатты өлтіреді. Айрис пен кіші ұлын алып жертөлеге қамайды. Фрэнсис болса түк болмағандай таңғы асын іше бастайды. Ол өзінің жанына қаптап жүрген шыбынға да қарамайды. Ол даладан өзін тістеп алған итті байқайды. Күндіз жертөленің есігін ашып, әйелі мен баласына қуырылған ет алып келеді. Әйелі баласына жеуге рұқсат бермейді. Ол ашуланып оны лақтырып жібереді. Сол кезде оның пышағы түсіп қалғанын Айрис байқайды. Фрэнсис те оны байқап қалып алып қояды. Айрис пен Лукостың басқа жоспарлары бар еді. Лукос ауырып қалған кейіп танытып ол қатты айқайлай бастайды. Оны естіген Фрэнсис баласына қарай жүгіреді. Айрис болса оны ұрып талдырады. Әйел баласын алып қашып шығады. Күйеуі жертөлеге қамап кетеді. Фрэнсистің бала кезі есіне түсіп ауруы қоза бастайды. Айрис пен баласы сыртқа шықса, олардың қарсалдарында зомбиге айналған Диего шығады. Екеуі кері шегініп үйге қарай тығылады. Бірақ та ол үйге бас көктеп кіріп шабуыл жасайды. Диего Лукоске тарпа бас салып оны тістеп, Фрэнсис болса оларға қауіп төнгенін біліп сыртқа шығады. Ол жертөледен шығып зомбиді өлтіріп, әйелі мен баласына құтқарып қалады. Лукос болса қолындағы тістеп алған жараны көрсетеді. Демек ол да енді көп ұзамай зомбиге айналатынын. Фрэнсис болса не істерін білмей қалады. Артс болса өзін тез жинап алып баласына оңай емес ота жасайды. Айрис Фрэнсиске тез арада ауруханаға бару керектігін айтады. Фрэнсис өзің машинасын алып кетуге бақылау бекетіне келеді. Ол жерет оның үлкен баласы Джон тапаншаны кезеп тұрған. Ол өз әкесін зомби болып кеткен деп ойлап шүртпені басып жібереді. Ол өзінің қателік жасағанын білгенде кешеді. Ол соңғы рет балам деп айтып көз жұмады. Баласы әкесінен кешірім сұрайды. Әттеген ай. Джош машинаға отырып, анасы мен інісін осылайша құтқарып қалады. Фильм өте қызықты, келесі сюжетіне болады екен деумен өтетін фильм. Тіпті жаман адам деп ойлағанымыз ондай болмай шықты. Барлығыңызға көруге кеңес беремін. Фильм ұнаса лайк басып пікір жаза кетіңіз. Бұл маған мотивация береді. Келесі видеоны жасауыма шабыт сыйлайды. Қазақ тілді контентті қолдай кетіңіздер. Сау болыңыздар. Дендеріңізге саулық тілеймін.